Ей, атың кім? Энди бұршақ сабағы. Достарым мені Джек деп атайды. Үйдегі сүтті сиырды бұршаққа айырбастап жібердім. Жоқ, ол менің сиырым емес еді. Басқа біреудің сиыры болатын, сөйтіп 10 жылға сотты алып кеттім. Басқа біреудің сиырын өз сиырыңмен шатастырушы болма. Есуас, оян! Дела Роча. Тағы не білесің? Әлгі сасық жұмыртқа бәріміздің төбімізге жетеді, қарада тұр. Қыздарға тиіспе, олардан аулақ жүр деп ескерткем, бірақ оның бар ойы сенен кек алу болды. Қыздарға тиіспе дедің бе? Неге? Қап, ей! Қорқынышты қобажақ. Ол алтын түстез балағаздың анасы. Қап! Егер ол балапанын іздеп келсе, ешкімді аямайды. Жолындағының бәрінің қырып жояды. Күзетші! Сан Рикардо тұрғындарына қауіп төнттір, сөзіме құлақ асыңдар! Өшір үніңді! Даусы қандай жаман еді. Қояма жоқ па? Тыныш! Тыныш! Есікті аш. Қаруыңды таста. Жарайсың. Енді шетке тұр. Жоқ, зұлым мысық. Жоқ. Ау! Ау! Қуын қарай көр. Ау. Өтінем, мені кешірші. Әрине кешірем, уайымдама. Сен мен әңгімелесуге уақыт жоқ. Қаланы алып қаздан қорғауым керек. Тоқта, еті киген мысақ. Мені мұнда не үшін келді деп ойлайсың? Мұнда келген себебім алтыннан да қымбат бірдеңе бар. Ол маған өте қымбат. Бірдеңе дейсің бе? Жарайды. Жаны бар. Бойы бір қарыс. Биік өкшелі етік киеді. Сымбатты ма? Өте сымбатты. Бұл шығыттары бұлтиып тұра ма? Жылқы сияқты ма? Жолбарыс сияқты айбатты ма? Сен де қоймайды екенсің. Бірақ біз әлі есеп айырысқан жоқпыз. Қозғалма! Жаңа ғана есеп айырыстық. Жоқ, бұл сандалмайды. Тоқта! Сені құтқарып қалдым. Демек маған қарыздарсың. Көкезудің қулығын жасырып қалдың. Мұны да жуып шаюың керек. Басың бәледен арылмай қойды. Өткені мен мықтымын. Оңайлықпен құтылмайсың, етікті мысақ. Басқа етік. Жұмсақ табан! Осымен есеп айырыстық. Сан-Рикардо қаласының ауа райы болжамына құлақ түріңіздер. Көп ұзамай алып қаз шаһардың күлін көк ұшырады.